Великолепный век немесе Сұлтан Сүлейман бүкіл әйелдердің аузынан су оқырып, таңды таңғырып көрген. Қаралым жағынан әлемдегі нөмір 1 түрік сериал туралы біз бүгін 8 қызықты деректі айтамыз. Алдымен біздің каналға жазылыңыз, астына пікір қалдырыңыз және лайк, дизлайк басуды ұмытпаңыз. Менің аты жөнім Данияр Есен. Сонымен кеттік. Бірінші қызықты факт. Екінші Хюррем Сұлтанның рөлін сомдаған Фахиде Перчин Сұлтан Сүлейман рөліндегі актер Халид Эргенчпен кинода сүйісуден бас тартты. Режиссерлардың талабы сондай болғанмен актриса мұндай қадамға бара алмайтынын айтты. Өйткені съемка жүріп жатқан уақытта Фахиде Перчин қиын жағдайды бастан кешіріп жатқан болатын, яғни күйеуінен ажырасып жатқан еді. Осы жерде тағы бір қызық айта кетейік, Фахиде Перчин мен Халид Эргенчтің бұл кинода бірге түскен бірінші рөлдер емес. Бұған дейін екеуі алғашқы махаббат фильмде анасы мен баласының рөлін сомдаған болатын. Екінші қызықты факт. Сүмбіл аға фильмдегі әтек, яғни Евнух Сүмбіл аға көптеген көрерменнің көзайымына айналды. Фильмде Сүмбіл ағаның рөлін танымал актер Селим Байрактар сомдады. Актер жас кезінде гимнаст болған, клоун болып жұмыс істеген. Осы дағдылары кейін фильмге түскенде көп көмектесті. Байқасаңыздар, мимикамен жұмыс істеудің нағыз хас шебері. Үшінші қызықты факт. Кинодағы 18 жастағы Шехзаде Мустафаның рөлін 37 жастағы актер Мехмет Юнсур сомдады. Иә, таң қалмаңыз. 37 жастағы актердің жас бозбала кейпіне енуі шын мәнінде таңқаларлық жайт. Қалай сақталған десеңізші, мүмкін тоңазытқышта жатқан шығар. Осы жерде айта кетейік, әкесінің рөлін сомдаған Халид Эргенч пен баласының рөлінде ойнаған Мехмет Юнсурдың жас айырмашылығы бар болғаны 5 жас. Төртінші қызықты факт. Кинодағы аспаз Шекер аға есіңізде ме? Томпақтау келген кейіпкерге үнемі Сүмбіл аға келіп ұрсып кететін. Міне, осы Шекер ағаның рөлінде ойнаған актер Юксел Унал шын өмірде де аспаз болып жұмыс істейді. Оның жеке мейрамханасы бар, тамақ дайындағанды өте қатты жақсы көреді. Бесінші қызықты факт. Кинода Топкапы сарайында балкон бар екенін көрсеткен, ал шын өмірде сарайда ешқандай да балкон болмаған. Мұны режиссерлардың фантазиясы деп қабылдауға болады. Алтыншы қызықты факт. Фильмнің сценарийін жазған Мерал Окай ханым 12 жылдай Осман империясы туралы фильм түсіруді армандайды. Сценарийді жазып болғаннан кейін ол 3 жыл бойы қолына ұстап жүреді. Кино түсіруге демеуші таппайды. Кейіннен продюсер Тимур Савджимен кездесіп, екеуі қаржы іздеуге кіріседі. Сөйтіп тапқан аз-маз қаржымен фильмді бастап кетеді. Фильм алғашқы көрсетілімнен бастап өте көп қаралым жинайды. Бүгінде Сұлтан Сүлейман сияқты рейтинг жинаған Түркияда әлі бірде-бір сериал жоқ. Өкініштісі, сериалдың 2 сезонынан кейін 2012 жылы өкпенің қатерлі ісігінен ауыр науқастан атаңызға айналған кинематограф, сценарист Мерал Окай өмірден озды. Алла панасын алсын. Жетінші қызықты факт. Сұлтан Сүлейман фильмінен кейін көк жасыл түсті, асыл тасы бар изумруд жүзіктер өте көп сатыла бастаған. Тіпті зергерлерге арнайы тапсырыс бергендердің саны да арта түскен. Тіпті Алтын Баш компаниясы дәл осындай жүзікті патенттеп сатылымға шығарған. Есіңізде шығар, дәл осындай жүзікті фильмде Сұлтан Сүлейман Хюррем Сұлтанға сыйға берген болатын. Киноның құдіретін айтсаңызшы. 8-ші қызықты факт. Кинодағы Сұлтан Сүлейманның анасы Валиде Сұлтанның рөлін сомдаған актриса Небахат Чехре кезінде Мисс Турция болған. 1960 жыл актриса 15 жасында Түркияның ең әдемі аруы атанған. Киноға түскенде 66 жаста болды. Міне Сұлтан Сүлейман сериалы туралы сіз білмейтін 8 қызықты факт осындай. Сізге қай дерек ұнады, немесе ұнаған жоқ? Астына пікір қалдырыңыз. Егер менің видеом ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Түркия туралы тағы не білгіңіз келеді? Жазыңыз, мен міндетті түрде оқимын. Данияр Есен каналына жазыламыз. Алдағы уақытта бұдан да қызық мәліметтер салып отыратын боламын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау!